Сәлем достар, біздер бүгін рассольник сорпасын дайындаймыз. Өте дәмді және жеңіл сорпалардың бірі. Міндетті түрде жасаңыздар және каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Алдымен салқын суымызға етімізді салып, 2 сағаттай қайнатуға қоямыз. Сол аралықта басқа суға перловкамызды жуып, салып, қайнатып қоямыз. Етіміз 1,5 сағат қайнағаннан кейін оның үстіне 4 бұрышты етіп турап, картофелімізді салып, тағы да жарты сағат қайнауға жібереміз. Біздің перловкамыз пісті, оны осылай ситаға салып алып, салқын сумен жуып аламыз. Бізге слез қалмас үшін керек. Морковымызды турап, сұйық майымызды құйып, морковымызды қуыруға жібереміз. Соленый огурцемізді да турап қоямыз. Етіміз пісті, оны түсіріп аламыз, яғни суы беру керек. Етіміз түсіріп алғаннан кейін перловкамызды салып, қайнатамыз. Сол аралықта морковымыз қуырылып, үстіне тұздалған қиярымызды, томатымызды салып, кішкене қуырамыз да үстіне қиярдың суын құямыз. Кішкене бұқтырып алып, дәл осы қоспаны сорпамыздың үстіне саламыз. Қоспамызды саламыз, одан кейін туралған етімізді саламыз, бұрышымызды салып, және чеснок салып, отымыздың астын өшіріп, 5-10 минутқа тынықтырып қоямыз. Осымен біздің сорпамыз дайын, өте дәмді, жеңіл сорпа болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Іштеріңізге қатты ұнайтынына сенімдімін. Және менің каналыма тіркеліп, видеоны аса толықтай көріп, тіркеліп кетуді ұмытпа.